Biz артына жазуымыз керек болған. Неге солай ғой? Бірақ енді біз тарихшы болғандықтан ондай ол ашық сұрақтың кішкене өзгеше қырынан біз дайындадық. Яғни мен сіздерге қазір 5 ойландыратын сұрақ қоямын. Соған байланысты сіздердің пікірлеріңізді тыңдағым келіп тұр. Жаңа пирамида жайында әңгіме болды ғой енді. Пирамиданың құпиясы әлі күнге дейін нақты ашылған жоқ. Біреулер айтады, иә, оны адам салу мүмкін емес, оны өзге ғаламшарлықтар салып дейді. Ондайда негізі нұсқалар бар негізі. Енді қараңыздар, неге пирамидалар әлі күнге дейін құламай тұр деп ойлайсың дейді. Бірінші сұрақ. Олардың геометриялық үлгісіне қарай, тастардың дәуіріне, диаметріне байланысты, қаттылығына байланысты қаттылығына байланысты диаметр үлкен болған сайын тастың салмағы да салмағы да күшті, біріншіден, екіншісінде жаңағы сапасы да мықты болып тұр. Ондай құрылысты неге біз қазіргі заманда салмаймыз? Өйткені ол шығын. Может, ол біріншіден ондай дайын тастар жоқ. Оның тасты қашалып, жұмысшы жалғап. Неге бітсе ондай таста жоқ қой? Жоқ, қазіргі заманда айтады да. Қазір пайдаланып тасып әкелген деп айтады, оны нақтылы ол көлемі үлкен болғандықтан оны тасып әкелу мүмкіндігі қазіргі адамның күшіменен салыстырған кезде мүмкіндігі өте аз. Ойлаңыздаршы, ең кішкентай салмағы 2,5, иә? Алдыңғылары 50-ге дейін барады ғой негізі. Мен былай енді қалау дегенді ойласаңыздаршы. Мен былай ойлаймын, құрметті әріптестер, қазір жердің астынан қалалар шығып жатыр ғой. Мүмкін бір үлкен бір қаланың бар ғой, төбесінде тұратын бір мұнара шығар какой-то. Оның астында үлкен қалаға шығар. Қазып зерттелмеген. Қала тапты ғой мысалы. Сосын жақында оқып қалдым, бұл бөлек бір өркениеттің солардың технологиясы дейді. Яғни одан кейін адамзат қалыптасып кеткен. Оның бір тасының өзін біздің кран көтере алмайды. Иә. Ат деген қауым жойылып кеткен шығар. Құдай жойып жіберді ғой, олар Құдайға қарсы шыққан үшін. Олар да үлкен құрылыстар салған дейді ғой, нелерде, жарларда, сондайларда. Мысалға майя пирамидасы, иә, майялықтар бір күнде жоғалып кеткен халық. Негізі былай болжау бойынша аспанға ұшып кеткен немесе жердің астына түсіп кеткен дейді. Белгісіз. Мүмкін сол бірақ күнде жоғалған тайпа ғой негізі. Енді келесі ежелгі заманда өмір сүру қиын болған ба дейді. Әр дәуірдің өзінің несі бар ғой? Жаңағы плюсы, минусы бар. Сессиясына беріп отырса Қазірде мысалы болған ғой. Болған ғой. Қиналған ғой. Свет жоқ, телефон жоқ. Келесі қараңыздар, мынандай сұрақ. Егер Наполеон заманауи техниканы қолдана алса дейді, не болар еді дейді? сұмдық болар еді. Хаос болады. Иә? Болды ма? Наполеонның мынандай сөзі бар, Ресейге барып жеңілгеннен кейінгі мынандай сөзі бар. Әттең дейді, мен Ресейдің соғын есептемеппін дейді. Менің соғысу стилім европалық стиль еді дейді. Яғни олардың киімдері өте жұқа болды, оны өздеріңізде. Ол шығын болып сонымен қайтты. Гитлерде солай болған ғой. Гитлерде әскерлері жұқа киімменен келіп Москваның суын көрген кезде. Және де әлемдегі ең сәнқой әскер, әрине ол Наполеонның әскері. Соғыста дөгін сеуіп тұрып әдемілеп шығады екен. Киімдері де қандай күшті. Өзі де әдемілеп Наполеон. Және соңғы сұрақ, тарихта әйелдердің рөлі неге жиі ескерілмей қалған? Өйткені ер адамның несі. басында аталық ру болды ғой, арасында ескерген тарихта. Бұрынғы кездерде орта ғасырда ер адамдар жиналысқа қатысқанда әйел адамдар кіріспеген ғой, кейіннен уже әйелдердің де жаңағы рөлі жоғарылай бастады. Өйткені ол кезде бар ғой, ағай жаугершілік заман ғой. Соғыс заманы жер үшін, бір жапырақ жер үшін, ет үшін, мал үшін. Осылай 5 сұрақты сіздерге қызықты болсын деп дайындадық. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.